Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымызды тауып алу үшін Мюнстерберг әдісіне назар аударайық. Бұл әріптердің ішінен сөздерді тауып жазуымыз керек. Қандай сөз құрады деп ойлайсыңдар? Дұрыс, түбірлес сөздер. Бүгінгі тақырыбымыз демек түбірлес сөздер. Бүгінгі оқу мақсатымыз түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасау. Түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Балалар, бір түбірден қанша туынды сөз жасауға болады? Есімізге түсіріп көрейікші. Суреттерге қара, суретке тиісті сөзді құра, оқы. Бұлар ненің суреті? Бірінші дәріхана, екінші дәрілер, үшінші сөз дәрігер. Бұларды не байланыстырады? Бұл сөздердің түбірі қандай сөздер болады? Осы үш сөздің кез келген біреуін алып, сөйлем құрап жазып көріңдер. Екінші тапсырма. Жоғарыдағы қай сөз қай сызбаға сәйкес келеді? Дәріхана сөзі қай сызбаға сәйкес келеді? Дәрігер сөзі қай сызбаға сәйкес келеді? Дәрігер сөзі бірінші сызбаға сәйкес келеді екен. Дәріхана сөзі екінші сызбаға сәйкес келеді. Бұл сөздердің түбірі қай сөз? Дәрі. Сызбаны дәптерімізге жазып аламыз. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырманы дәптерімізге жазып алайық. Жұрнақ жалғау арқылы жасалған туынды сөздерді тауып, астын сыз. Көз, көзілдірік, көзәйнек, көзге. Ас, аспаз, асхана, асқа. Ғарыш, ғарышкер, ғарышжай, ғарышқа. Балық, балықшы, балықтар, балыққа. Туынды сөзді тауып, астын сызуымыз керек. Енді өзімізді тексерейік. Көз сөзінде жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөз көзілдірік, көзәйнек. Ас сөзінде аспаз, асхана. Ғарыш сөзінде ғарышкер, ғарышжай. Балық сөзінде балықшы. Бүгінгі сабақта мен не білдім? Табыс сатысы арқылы белгілейік. Бірінші баспалдақ сөздердің мағынасын білдің. Екінші баспалдақ түбірге жұрнақ жалғап, туынды сөз жасадың. Үшінші баспалдақ түбірлес сөздерді ажырата аласың. Үйге берілетін оқу тапсырмасы сый, бала, егін сөздеріне түбірлес сөздер жазу. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды.